Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қанатты сөздер. Ахмет Байтұрсынұлы. Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: ақылға, қиялға, көңілге. Бір нәрсе туралы пікірімізді, яки қиялымызды, яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жасылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған, бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып талап бойлап талпынбаған. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Балаларға көп үйретем деп асығып шала шарпы үйретуден, аз да болса анықтап нық үйрету абзал. Білім бір құрал, білімі көп адам құралы сай ұстасы қылды, не істесе де келістіріп істейді. Тіл білімі ереже жаттату түрде үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын тануға керек жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс. Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, замандағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақшы. Мойындағы борышты білу білім ісі, борышты төлеу адамшылық ісі. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыларды да сынайды. Шабыттанып істемеген іс оңды да болмайды. Адамның өзінде кәмілдік болмаған соң, ісінде де кәмілдік жоқ. Ұлттық езгі, ұлттық сезім туғызбай тұра алмайды. Ақыл ісі аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау. Қиял ісі меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бернесіне ұқсату, бернелеу, суреттеп ойлау. Көңіл ісі түйу, талғау. Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйуін түйгенше айтуға жарау. Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді. Нақыл сөздер сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.